Абу Юсуф деген бір ғалым кісі өтті, имам Абу Ханифаның шәкірті. Сол кісі айтатын, өте қатты кедей болдым дейді. Бір ғана лағым бар еді дейді. Жаттау қабілетім нашар еді дейді. Сол имамға барамда білім алам, лағымды аламда жетектеп, өріске шығып, сол лағымды жайып отырып, білімді қайтарып отырам дейді да. Сол енді кешке шейін қайтарып зорға кіргізсем, жанымдағы достарым мазақтап кетеді дейді. Абу Юсуфтен бұрын Абу Юсуфтың ешкісі имам болатын болды ғой деп. Яғни қайталай бергеннен ешкі сөйлеп кететін болды, сен неге жаттай алмадың дейді екен да. Бірақ енді соншалықты ынта ғой, бірақ сол жігіттер білім қонбады да, соны айтып мазақтаған жігіттерге. Бірақ тынбай, талмай қызмет етіп, сол білім ізденген адамға қонды да. Сонда бір күні дейді, біраз білім қонып, бір-екі адам келіп маған сұрақ жауап қыла бастағаннан қолыма тиын тебен ұстатып кететін болды дейді. Содан кішкентай ой кетті дейді. Осы бір жерге қызметке тұра қоямау дегендей. Сонда имамға барып сұрадым дейді. Ұстазыма барып, маған рұқсат берсеңіз қызметке тұрсам бола ма? Кішкентай бала шаға бағайын дебем десе, тыйым салды дейді, барма деді дейді. Барма. Мен біртүрлі болып қалдым дейді. Бейнейін маған дүние іздеме, ақша іздеме дегендей, менің жағдайымды түсінбей тұр ғой дегендей, өзі ол кісі өте бай адам болған ғой, Абу Ханифа мысалы. Өте бай адам болған. Өте қымбат киімдер киген. Мына Абу Юсуфта ондай киімдер жоқ. Соған жаңағыдегі неге бұл бүйтті екен дейді да, қызғанып жатыр ма дүниесін дегендей бір жаман ой келіп өтті дейді. Сосын үндемей тұрып едім, әлі саған дүние арқаңнан жүгіреді, сен кет деп қашасын әлі, шыдашы деді дейді. Сосын ұстазым айтты ғой деді дейді. Болды, шыдадым дейді. Абу Ханифа дүниеден өтті. Дүниеден өткесін Абу Ханифаның білімін іздеді дейді адамдар. Біз адам сондаймыз ғой ше. Өліп тірі кезінде қадірін білмейміз, өліп қалғасын жақсы адам еді деп іздейміз да. Сол кісі өткеннен кейін білім іздеді. Кім бұл кісінің соңындағы деп іздеп жұрттар мені көрсетті дейді. Бұл кісіден асатын ешкім жоқ деді дейді. Тіпті кітапты жазып жатқан Мұхаммад Хасан Шайбанидың өзі менен сабақ алатын дейді. Сол өзімнің өлкемде Абу Ханифа кеткеннен кейін сабақ алатын адам таппадым дейді. Таппаған, мүлде ол кісіге білімі жететін адам жоқ та. Содан жұрттың бәрі мені көрсетіп, Харун Рашид патша маған адам жіберіп өзіне алдырды дейді. Білімімді пәлен ғалымның алдында сынатты дейді. Бірде-бір отырған сол жерде сұрақ қойған адамдардың сұрақтарының үстіне басқаша жауап бергенімнен, тіпті ол сұрағының өзін қаяқтан шыққанын айтқанымда, екінші сұрақ қоюға кейбіреулері батылы бармай қалды дейді. Яғни сұрақ қояды, ол кісі оның сұрағынан асыра жауап бергеннен түсінеді ғой. Бұл кісі дария екен дейді да. Сұрақ қойыңыздар десе, халифа, жоқ болдым дейді екен. Ғалымдар, болмаса мына кісі ғалым деп уәзірлер алып келсе, әлгі жігітке сұрақ қоя алмайды дейді тіпті. Содан бұл кісінің білімді ғалым екенін біліп, қолыңа билік бердім. Қадиюл қодат дейді. Қазылардың қазысы деген атақ береді. Сен тек қана маған бағынасың біріншіден, және мені де соттауға ақың бар деп айтты дейді. Сөйтіп қолына мөр берді дейді. Патшаны соттауға ақысы бар да. Ойлаңыз, Сонда барып, дүние маған төгілді дейді. Патшаның қатарындағы адам болды ғой бұл кісі. Сонда бірден, сол ешкі бағып жүрген адам. Сонда бір кездер келді, дүниеден қаштым дейді, дүние қуды дейді мені. Сонда көзіме жас алдым дейді. Ұстазымды сағындым дейді. Жарықтық ұстазым айтқан еді, дүние қуады сені, сен қашасың деп еді. Осыны айтқан екен ғой дедім дейді.